Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше торт цифра жасайтын боламыз. Қамырға керек заттар: 340 грамм ұн, 300 грамм қант, 1 шай қасық какао, 8 грамм қопсытқыш, шымшым тұз және тағамдық бояғыш қызыл түсті 1 шай қасық. Сонымен бірге 270 грамм айран, 150 грамм өсімдік майы, 2 дана жұмыртқа керек. Ең алдымен құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Ұнға қант, какао, қопсытқыш және тұзды салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа сұйық май, айран және жұмыртқаны салып қозғаймыз. Енді сұйық массаны құрғақ қоспаға біртіндеп қосамыз. Міне осындай біртекті масса шығу керек. Осыған қызыл құрғақ бояғышты қосамыз. Пергаментке сандарды сызып аламыз. Массаны кондитерлік мешокқа саламыз. Осылайша массаны санның контуры бойымен жағып, шпательдің көмегімен тегістеп шығамыз. Пешке 180 градусқа 3-4 минутқа қоямыз. Осылайша әрбір санға 4 қабаттан жасаймыз. Міне сандарымыз дайын болды. Ал кеттік крем дайындаймыз. 830 грамм творожный сыр, 380 мл сливки, 130 грамм қант ұнтағы. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Және сливкиді ұзақ миксермен қозғамауымыз керек. Міне осындай қоюлықтағы кремді дайындаймыз. насадка көмегімен шариктарды жасап аламыз. Дәл осындай насадканы мен вупипай тортында қолданамын. Сілтеме видеоның астында.
Дәл осылай келесі қабаттарға жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша декор жасауыңызға болады. Мен тортты осылай түрлі түсті көңіл күйді көтеретіндей қылып әсемдедім. Осындай сыйлық жасап, жақындарыңызды қуантыңыз, астарыңыз дәмді болсын. Басқа да қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін Мадина Уахапова каналына тіркеліңіз. Келесі кездескенше!